Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді гранатовый браслет салатын дайындайтын боламыз. Бұл салаттың құпиясы сәбізінде. Видеоны аяғына дейін көруге кеңес беремін. Сол кезде бәрі түсінікті болады. Бізге грек жаңғағы қажет болады. Ашып, жақсылап, тазалап, дайындап алатын боламыз. Сіздерде ашылған дайын болса, соны пайдалансаңыздар болады. Бәрін ашып дайындап алдық. Одан бөлек бізге бір сәбіз қажет болады. Осындай чек сәбіз, яғни піспеген, ірі күштен өткізіп аламыз. Ендігі кезекте табамызды қыздырамыз. Ең алдымен грек жаңғағын 2 минуттай араластырып отырып, яғни аударып отырып, қуырып аламыз. Грек жаңғағын қуыруға кеңес берем, сол кезде әдемі дәмі шығатын болады. Сол табаға сәл сұйық май құйып, жаңағы үкіштен өткізген сәбізімізді қуырып алатын боламыз. Араластырып отырып, күйдіріп алмай, 2-3 минуттай қуырып аламыз. Және сәл тұз қосамыз. Дәміне қарай жақсылап араластырып, суытып қоямыз. Жаңағы суыған грек жаңғақтарымызды ұсақтап тураймыз. Блендерден өткізбейсіздер, осылай пышақтың көмегімен ұсақтап турап дайындайсыздар. Одан бөлек бізге 3 жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқадан осындай гүл жасап аламыз, қалғанын үкіштен өткізіп дайындаймыз. Дәл видеодағыдай пышақтың көмегімен әппақ гүл жасап дайындаймыз. Қолдарыңызды кесіп алмаңыздар, пышақты пайдаланғанда абайлаңыздар. Қалғандарын сағып күштен өткізіп дайындаймыз. Ендігі кезекте 2 картопты ірі үкіштен өткіземіз. Картопты мен алдын ала суда қайнатып, ашып дайындап алдым. Қызылшамызды да дәл ірі үкіштен өткізіп дайындаймыз. Қызылшаны суда қайнатып алдым. Қызылшаны пісірген кезде тұз, еш нәрсе қоспайсыздар. Одан бөлек бізге тауықтың төс еті қажет болады. Осылай суда қайнатып пісіріп алдым. Суда қайнатқан кезде лавр жапырағын салып қайнаттым. Сол кезде тауықтарыңыз өте дәмді болып шығады. Бәрін турап дайындап алдық. Ендігі кезекте ыдысымызға ортасына осындай стакан қойып, салатымызды жинайтын боламыз. Ең астына картопты саламыз. Осылай лопатканың көмегімен дөңгелек қылып, картопымызды жинап, ығыстырып дайындаймыз. Кондитерлік қалташаға майонезді сығып, осылай айландырып, жағып шығатын боламыз. Үстінен піскен ұсақталып туралған тауықтың төс етін салып шығамыз. Лопатканың көмегімен тегістеп дайындаймыз. Және де сәл майонезден сығып шығамыз, және үстіне сәбізді саламыз. Сәбізді мен сәл аз майда қуырып алдым. Сіздер көп майда қуыратын болсаңыздар, артық майын міндетті түрде сорғытып алып тастаңыздар. Үстінен грек жаңғағын салып, осылай сәл лопатканың көмегімен басып шығатын боламыз. Кішкене майонез сығамыз, үстінен үкіштен өткізілген жұмыртқамызды салып шығамыз. Жұмыртқаны салып алған соң, жан-жағына сәл майонез сығып, лопатканың көмегімен жағып дайындап аламыз. Үстінен осылай үкіштен өткен қызылшамызды салып шығатын боламыз. Бізге және бір гранат қажет болады, яғни анар, оны осылай қабығынан аршып, дәнектерін тазалап алатын боламыз. Ендігі кезекте анарымызды, яғни гранатты, осы қызылшаның үстінен қойып шығатын боламыз. Лопаткамен қою ыңғайсыз болса, қолдарыңызбен қойып шықсаңыздар болады.
Ең соңынан стаканды алып тастаймыз. Жаңағы гүлдерді қоямыз және де ақ желкен пайдаландым. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай көк шөптермен әдемілеп сәндесеңіздер болады. Салат өте дәмді болып шықты. Сәбізді суда қайнатпай, осылай сәл аз сұйық майда қуырып алуға кеңес беремін. Сол кезде салаттарыңыз әдеттегіден өте дәмді болып шығады, және тура осы слой бойынша дайындасаңыздар дәмді болып шығады. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Видеоға байланысты сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жаза кетіңіздер. Міндетті түрде көргенде жауап беретін боламын. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.